Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге корондок жасап көрсететін боламын. Маған керегі мына жерде 150 грамм ұн, 150 грамм крахмал. Қаласаңыздар орнына ұн қоса берсеңіздер болады. Шекер, разрыхитель, бұрыш, тұз, паприка. Үй температурасында тұрған жұмыртқаны шағамыз. Екі 100 миллиграмм сүтімізді араластырамыз. Енді барлығын бір келкі масса етіп араластырамыз. Міне менің қамырым бір келкі болып шықты. Менде мына жерде 12 штук сосиска бар. Бұларды үш пәшкеге тізіп шығамыз. Осылай етіп бәрін тізіп шығамыз. Менде осындай ыдыс. Қаласаңыздар стаканға құйсаңыздар да болады. Сосиска батып тұрғаны жақсы болады. Міне осылай етіп, бір келкі етіп араластырып, панировочный сухариге аунатып, майға салатын боламыз. Қаласаңыздар, қатқан наннан да жасаса болады. Осылай етіп саламыз майға. Май орташа отта болу керек. Осылайша араластырып тұрамыз. Қызарған бетін үстіне қаратамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі тіл үйреді.